Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Кеше ғана мына Мұқан Мамытқан деген азаматпен үлкен жақсы сұхбат болды. Ал сол сұхбатта бір көтерілген мәселе ол қандастарға салынып жатқан құрылыс жайында. Сол үшін бүгін біз кездесіп отырмыз. Талғат Ерғалиев, Қазақстан Құрылысшылар одағының төрағасы, енді Мұқан Мамытқан отандас елдік республикалық ұйымдың төрағасы, және мен Асхат Асылбеков. Ал Мұқан аға, кешегі мәселені көтерсеңіз, Талғат ағаның алдынан. Енді тәкеңмен танысып отырғаныма қуаныштымын. Құрылыс одағының төрағасы деген үлкен жұмыс. Астана қаласының дамуы, жаңа қалалардың салынуы, қаланың әсем болуы, мықты болуы, құрылыстың бәрі құрылыстар одағының байланысты. Сол жағынан ең бірінші орында тұрады деп ойлаймын. Кеше көтерілген мәселе солтүстіктегі үйлердің сапасы мәселесі. Енді бүгін өте жақсы осы мәселені талқылауда. Мен құрылысшы емеспін, мен филология оқыған адаммын. Бірақ осы неге сапасыз болады деген мәселені көтеру керек болып отыр осы. Мәселе неде тұр? Мемлекеттік бағдарлама бойынша қандастарға солтүстік облыстарда үй салынады. Үй салынғанда біріншіден сапасы, екіншіден бөлінген мөлшер. Сол жайында біраз дұрыс емес делінеді деп пікір айттыңыз. Енді жаңағы әрқайсы ауданнан, Сүніңгөйін әрқайсы ауылдан 5-тен 6-дан үй сап қойған. Жаңа үй. 7,5 миллион теңге қып. Осы үйлерді мен ауылдарға барып көрдім. Көрініске сап қойған сияқты. О жерде 50-ден 60-тан 20-дан 30-дан үйлер бос тұр. Аналарды көріністен жасап қойған сияқты. Кейбіреуіне барып қондым да қыста. Шындығында олар сапасыз. Неге ол сапасыз? Неге ол сапа ауданның әкімі болса, аудан әкімі неге оны қадағаламаған сапасын? Облыста салынған болса, облыс әкімдері оны неге қадағаламаған? Қатысты орындар неге қадағаламаған? Дегеннің ар жағында осыда жемқорлық бар ма жоқ па деген мәселеге келеді. Және құрылысшылардың істеп отырған жұмысы неге сапасыз деп тұрсыз? Неге сапасыз? Сол жерде мысалы бүгісі отыр, сол облыстарда, сол аудандарда осы құрылысшылар одағының кәсіпорындарының сол тексеру органдары бар ма жоқ па? Деген мәселе. Тәке не дейсіз? Түсінікті, негізі жалпы мәселе енді кең мәселе, үлкен мәселе. Сапа жөнінде мынау баспанамен қамтамасыз ету мәселесі және қандастарымызға көмек беру, пәтермен, үймен қамтамасыз ету деген үлкен мәселе. Ол қажет, ол керек. Енді әрине мынау өзіміздің әріптестерімізді, өзіміз және шенеуніктерімізді мемлекетте істеп жатқан, үкіметте істеп жатқан азаматтарды алдын ала сынау алдында былаймен кейбіреулерін мақтап қойын. Әрине араларында мысалы азаматтар бар, сол шенеуніктер жаңағы солтүстік Қазақстан облысы болсын, Ақмола облысында болсын, енді жалпы Қазақстанда енді шенеуніктердің араларында түсінетін жаңағы ақылы бар, білімі бар жігіттері бар. Бірақ әрине өкінішке орай шын айтсақ көбі жағдай түсінбейді. Көбі мен осындай қателіктер, кемшіліктер болып атқаны көбі осы шенеуніктерге байланысты ғой. Өйткені олар басқарады. Олар жаңағы аяғында қолдарын қояды, олар шешім қабылдайды. Мынау қоғаммен ақылдаспайды. Мынау біздің жаңағы кәсіпой осындай қоғам ретінде олармен бізге сондай ақпарат бермейді, ақыл сұрамайды. Өйткені оларды ұялама, білмейме, бізді басқаша қарайма, ол белгісіз. Бірақ біздерден ақыл сұраса, бізден ақылдаса, біз бүкіл ақпарат береміз. Оларға да абырой, оларға да кішкене үлкен бір еңбек, жұмыстары сапалы болады, жұмыстары аяғында сондай несі болады, нәтижелі болады ғой. Сондықтан негізі араларымызда мынау шаруашылықта істемеген қазір уақытта шаруашылықта істемеген, білімдер төмен, сондай азаматтар көп. Солар қателік жасайды да. Енді мысалы қарасақ, ақырғы уақытта жақында бір өзіміздің жаңағы әріптестеріміз министрліктегі
істейтін бір сондай бір бағытты басқаратын ақпарат беріп жатыр. Біз мысалы қазір уақытта бағаларды көтере алмаймыз деп, бағаны. Мен сізге жауабына қосымша жауап беремін. Бірақ бағаны біз қазір тұрғын салып жатқан бағаны көтере алмаймыз деп. Өйткені біз ана баға шаршы метрдің бағасын көтерсек, анау мұқтаж болып жүрген азаматтарымыздың жаңағы мүмкіншілігі азайып қалады, мүмкіншілігі болмайды деп көрдіңіздер ме? Сонда қараңыздар, қалай болады аяғында. Ана жаңағы бағаны көтермейді. Енді құрылыстар салып жатқан, олардың жаңағы пайдалары көрмей банкротқа ұшырайды. Өйткені там баға төмен ғой, құрылыс заттары қымбаттап жатыр, жол ақысы қымбаттап жатыр, электр қуаты қымбаттап жатыр. Сосын бүкіл жаңа құрылысшылар құрғаннан кейін, онда жаңағы салатын, үй салатын адамдар кірісетін азаяды. Азайғаннан кейін қайтадан жаңағы қолжетімді баспана дейік, қайтадан жаңағы салған саны, үйлердің саны, шаршы метрдің жаңа саны қайтадан азаяды да, біздің мұқтаж болған азаматтар, қандастарымыз болсын, жаңағы көп балалары жанұя болсын, басқа да категория азаматтарымыз, олардың жаңағы армандар орындалмайды. Жолдары бар, мынау халықтың, азаматтарымыздың біздің жағдайын көтеру керек, жалақысын көтеру керек, мүмкіншілік жасаса керек. Егер мысалы ол 150 мың алса, олар 500 мың алса, әрине олар жаңағына ұсынып жатқан бағаға олар қолжетімді болады. Сол мәселесін ойлау керек. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін мынау жаңағы қазіргі бүкіл әлемдегідей мынау инвестиция жасау керек экономикаға. Инвестиция жасаса, анау кісілердің жалақы көбейеді, оларға мүмкіншіліктер үлкейеді. Мынау сапа жөнінде айтсақ, мен ол жаңағы жағдай есімде. Біз Асеке сізбен барған солтүстік облыста барғанда есімізде бар ғой, бір азамат ойланбай алдыра 7 миллионға, 7,5 миллион, 7 миллионға үй саламыз деді де, ол кезде мүмкін салу болушы еді. Бірақ жылда анау құрылыс заттар өсіп жатыр ғой. Мысалы, ол 15 жыл айтуы мүмкін, 16 жылдар айтуы болуы мүмкін. Ол жаңа ақпарат жеткенше, оны жоба жасағанша, оны сосын жаңағы конкурс өткізгенше, оны жаңағы бюджетке еліктіргенше, ол құрылыс заттар қымбаттап кетті, ол жалақыға үй салуға болмай қалды. Көрдіңіздер ме? Үй салуға болмай қалды. Өйткені мынау шешімнен бастап жаңағы жоба бар, сосын жобадан кейін бюджетқа енгізу бар, сосын конкурсты өткізу бар, құрылысты бастау бар, оған дейін 3 жыл кетеді. 3 жылдар арасында құрылыстың жаңағы қымбаттылығы 2 есеге дейін өседі. Сондықтан әрине енді конкурс жоба дайындап болғаннан кейін, бюджет дайындап болғаннан біздің өзіміздің әріптестерімізді табады. Кейбіреулер жастар тәжірибесі жоқ айтады, мен кірсем, мен істеймін, жасаймын деп айтады, мен бір қабырғасын нетем, бірдеме қылып салам да, хоть недем бір үй салып берем деп өз күшін зерттемей, өз күшін жаңағы білмей сала бастайды. Сол салынып жатқан кезінде құрылыс заты қымбаттайды, сосын сапасы болмайды. Біздің жаңағы жемқорлық, сыбайлас жемқорлықты ешкім қазіргі уақытта жоқ деп айта алмайды. Енді ол сапасы болғаннан кейін анау қарайтын, қарайтын, тексеретін, олармен сыбайлас жемқорлыққа айналысуға келеді. Өйткені қабылдау керек қой. Оны қалай қабылдайды? Ол қабылдамайды. Сосын келіседі. Біздің кейбір жерлерімізде енді өкінішке орай сонда кемшілік бар, мұндай жағдайларда келісіп кетеді. Енді бүкіл жерде емес, енді жалпы деп айтуға болмайды енді. Әрине кейбір мемлекет органдарында, үкімет органдарында атқаратын соны өздері абыройы бар азаматтар бар. Сондықтан сондай кемшіліктер болғаннан кейін әрине сапасы төмен болады. Мне негізі қазір сізге тағы да сөз беремін. Кеше көтерілген мәселеде осылай болып тұр ғой. Мына солтүстігі көп, мына деревнялар, ауылдар тастаған үйлер көп. Сонда сол үйлер тіпті үйлер болған кезінде ең көбі 500 мың теңгеден сатылады екен. Сонда мына 7,5 миллион бөлінген ақшаны құрылысқа салмай, сол 500 мыңнан берсе, ол оны сатып алады. Қалған бір 500 миллионға тағы да өкімет бөлді ғой. Сол ақшаға ол ремонт жасайды. Ремонт жасап берсе, тіпті сыртында тағы 5 миллион қап тұрады ғой. Бос, соған ол мал береді.
Сонда мына кісі кеше айттыңыз ғой, кеше айттым, жер алайын десе, әкімшілік айтады, жер береміз, егер сенде сиыр болса, қой болса деп. Дұрыс айтып бересіз сол мәселе. Енді жаңағы айтайын деп отырғаным, біз жаңа осы бағдарламаны өзіңіз айтқандай таяз ойлап жатыр мемлекет яки облыс. Ол 7 облыста біздің халық саны аз. Соған байланысты қандастар және ішкі көші-қон арқылы сол жерде жан санын арттырамыз деп ойластырып жатырмыз. Солай ғой. Ендеше ол облыстарда мысалы Өскемен облысына қанша жан саны керек? Павлодар облысына қанша жан саны керек? Солтүстік Қазақстанға қанша керек деген, әрқайсы облысқа қанша жан саны керек деген үлкен жоспар болу керек қой. Мемлекеттік. Мемлекеттік. Я 10 жылда, я 20 жылда осы жан санға жеткіземіз. Мен былтыр мемлекет басшысына Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа хат жаздым. 13 беттік осы мәселе. Соның ішінде жаңағы солтүстікке қандастармен толтырсақ ең тиімді болар еді. Себебі Алматы облысына осы егеменді болған, осы алғашқы көш басталғаннан бері қарай әзір 195 мыңнан аса қандасымыз кеп қоныстанып отыр. О жерде жер жоқ, су жоқ. Осы әрқайсы сол облысқа 500 мыңнан жаңағы жан санын жөткіп келсек, сонда 500 мыңға жаңағы бір қанша үй салынады бір облысқа. Сол үйді міне биыл мұншасын саламыз, келер жылы мұншасын саламыз, облысқа мұншасын, ауданға мұншасын саламыз деп, ол салса ол басқа мәселе. Оғанға дейін, егер оны салмасақ, бекер 7,5 миллион жарамсыз үйді салғанша, жаңағы ауыл бос тұр ғой. Кейбір ауылда 15 үй тұр, кейбір ауылда 80 үй тұр, кейбір ауылда 50 үй тұр. Осы үйлерді олар 500 мыңнан, 1 миллионнан сатып алады. Барған қандастар сатып алып жатыр. Себебі оның жекеменшік үйі болған жақсанан 5 жылдан кейін ала ма, ала алмай ма білмейді. Осы үйлерді мен ұсыныс айтып жатырмын. Осы үйлерді Павлодарда не болды айтып беріңіз, Павлодарда? Соны айтам ғой. Осы үйлерге және 1 миллионнан жаңа айтқандай ремонт қаражатын берсе, ана 1 миллионға сатып алған үй 2 миллионға бітеді. Мемлекетте 5,5 миллион және қалады, 7,5 миллионның. Оны және басқа үйлерді ремонттауға береді. Екінші мәселе, жаңағы сапасыз үй Павлодардағы деп айтайық, 13 семья. Әзір 13 семья сол жерге көшіп барып, жаңадан салған үйде отырған, 5 жылдан кейін қайтып көшейік деп жатыр. Неге? Олар біріншісі сапасыз үйде отырған. Сапасыз үйде енді бірдеме қылып отырып тұрыңдар дегеннен кейін, енді бізге 5 жылдан кейін сіздерге береміз дегеннен кейін олар ыстық қалауат салып, жаңағы 1,5 миллионнан теңге шығарып отырып, өз қалтасынан оны ремонт жасаған. Енді жылда отыру керек қой, бала шаға сүсіп қалмау керек. Өнен кейін оған жаңағы беретін квотаның қаражатын тартып қалған бермеген. Сіздердің келешекте ана 5 жылдан кейін ораймыз деп. Сонан кейін 5 жылға шейін жалға отырасыз деп, әр айына 10 мың теңгеден жалақысын төлеп отырған. Өнен кейін жаңа ремонт ақысы бар. Енді 5 жылдан кейін құрылыс тозады ғой, міне құрылыстың бастығы отыр. 5 жылда тозады ғой, белгілі мөлшерде. 10%, 20%. Осыны шығарғанда ол әзіргі бағада 1,2 миллион, 1,5 миллионнан аспауы мүмкін. Ананың бәрі шығындарды жаңағы төлегендерді шығарып тастаған. Енді келіп 5 жылдан кейін ананың бәрін ештемеге есептемей, сен 7,5 миллионға сол үйді қайтадан сатып аласың дейді. Ал бұл не қыса семеген дейді. Ақша бөлінбеген. Ақша бөлінбеген. Ақшаны 5 жыл бұрын бөлген, бірақ бек қолдарын бермеген. Енді сол ақша қайда белгісіз, енді 5 жылдан кейін ақшаны әкел дейді. Олар қолдарында ақша жоқ. Ол енді жаңа төлеп қойды ғой. Жалға ақысын төледі, 10 мыңнан төлесе, бір жылда 120 мың төлейді. 5 жылда ол қанша мың төлейді? Ар жақында 1 миллион теңгедей жаңағы квотаның ақшасы бар. 1,5 миллионға жаңа ремонт қаражатын жұмсады. 3-4 миллион жұмсап қойды. Управ қаражатымен 4-5 миллион болса, ар жағында ол үй көп болғанда 5 жылдан кейін қандастар үшін жаңағы 1,5 миллион. Сонда ол тегін берілу керек пе? Жоқ, тегін бермесін, сатып берсін деп отыр олар. Жаңағылардың бәрін шығарсын, алған ақшаларын оған орасын. Сонан кейін бізге қалған қаражатты сатып берсін дейді. Негізі бар ғой, неге мұға? Негізі біздерде қазір уақытта осы
кеңес кезінен бері бір жағдай қалыптасқан. Мынау әскери тәртібіге байланысты, мынау ертеде болған мынау бірінші мынау Ресейде болған соғыс, екінші жаңағы соғыс, содан кейін мынау несі бар, анау репрессиясы бар, сол арқашанда мынау халықты әскери түрде билік кеткен. Анау бір емес, анау Ресейде несі бір тәртібі бар сияқты, бастық арқашанда шешімі дұрыс, бірінші бабы, екінші бабы бастықтың шешімі дұрыс болмаса, бірінші бапқа қарады дегендей, сондықтан арқашанда басшыныкі дұрыс дегендей. Олар сондай негіз тәртіпке, ойға, сана сезімге қалыптасып қалған. Сондықтан әрқашанда басшылар қоғаммен, халықпен әңгімелесіп, ақыл сұрауға үйренбеген. Қазіргі уақытқа дейін біздің қазіргі министрліктерде, мемлекет органдарында бұрыннан бері кеңес уақытында қалыптасып қалған, істеп қалған, 90 жылдар істеп қалған, сол кеңес замандарға байланысты істеп қалған, сол мінезбен қалыптасқан, оймен қалыптасқан жаңағы азаматтар істеп жатыр. Олар жаңағы халыққа барып, халықтан сұрап, ақылдасуға олардың жаңағы ақылына кірмейді. Сондықтан олар мынау жұмыстардан кетпей, мынау жастар келмей, білімі бар. Жастар енді араларында да кейбіреулері бар, мынау жаңағы жақсыларын үйренбей, жамандығын үйреніп, бірақ көп әсіресе жастар сыбайлас жемқорлыққа ұшырағандар да бар. Бірақ жалпы жастар, мен сенемін өзі, жақсы, дұрыс жастар өсіп жатыр. Солар келмей, мысалы, өзгермейді деп өзім санаймын. Өйткені жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мынау 7 миллионнан салған көре, сол 500 мыңнан қанша үйлер ауылдардан сатылып жатыр. Қанша ауылдар, мысалы, қазір уақытта бар ғой, 41% осы 18 миллионның ішінде 41% да ауылда, 8 миллиондай азаматтарымыз ауылда тұрып жатыр. 8-9 миллиондарымызды. Енді мынау келесі осы 5-7 әрекетсе 10 жылдың арасында осы әлемнің тәжірибесі бойынша ауылдарда 15% ғана қалады, 41%-дан 15% ғана қалады. Өйткені ауылдарда мүмкіншілік жоқ, инфрақұрылым жоқ. Жастарға өмір сүретін жұмыс жоқ, мүмкіншілік жоқ. Жастар енді мынау қалада болғаннан кейін жаңа қыдырғысы келеді, жаңағы әңгімелескісі келеді, әртүрлі жаңағы ғимараттарға барып демалғысы келеді. Мысалы, жастарға айтыңыз, сұраңызшы, бара ма ауылға? Бармайды. Сондықтан жалпы бүкіл жастар қалаларға келеді. 15% қалады. 5 миллиондай жалпы осы 5, 7, 8, 10 жылдың арасында қалалар тағы толады жаңағы жастармен. Жастар келген аталарын алып келеді олар осында. Сондықтан егер мысалы басшылар ақылды болса, анау қызметті атқарып жүрген жаңағы кімдер, әкімдері болсын, үкімет органдар болсын, және министрлікте әсіресе министрліктер ақылшы болса айтушы еді, жігіттер, бұл шешім қылдырайық, анау қаражатты төлегенше біз анау тұрған үйлерде жолдары бар ғой, суы бар ғой, соларды сатып алайық 1 миллионға, және 500 мың болмасын 1 миллионға, 4 миллионын берейік, сиырын алсын, қойын алсын, жаңағы жерінде көкөністер, өсімдіктерді өсірсін, күн көрсін деп енді сондай саясат жүргізуге болады ғой. Сонда ауылдар тіріледі. Ауылдар тіріледі ғой. Көрдіңіздер ме? Сонда ауылдар тірілсе, мынау қалаға қарай жастар ұмтылмайды, ұмтылса да еді бар ұмтылады ғой, бірақ соншама көп халық бармайды да. Өйткені қалаға келгеннен кейін олар қажет тұрады, тұратын жер жоқ қой. Баспана аз. Мысалы, осы 22 жылы біз 17 миллион шаршы метр тапсыру тиіспіз да осы. Былтыр осы ақпан айында оны қысқартып тастады 15 миллионға дейін. Шаршы метр. Бүкіл не бойынша, бүкіл Қазақстан бойынша. Көрдіңіздер ме? Біз 23 жылы 19 миллион шаршы метр тапсыру тиіспіз. Осы неге үкімет бүкіл кәсіпкерлермен түгелдерімізбен бірге. Содан кейін 24 жылы 20 миллион тапсыру тиіс шаршы метр. Ол мінеке 22, 20, 24, 25 жылда 15 миллион шаршы тапсырады. Әрине біз соншама шаршы метрмен біз бүкіл жаңағы мұқтаж азаматтарымызды қамтамасыз ете алмаймыз. Сондықтан кемшіліктер бар.
енді сол біздер қоғамға мінекей Мұқа сіз барсыз, Асхат бар, қоғамға мынау басшыларға жеткізу керек. Енді мынау істей алмайтын министрлікте азаматтарды, мамандарды, азаматтарды оларды ауыстыру керек. Тура осы жерде бір сөз қостырып кетейін. Кеше мен көші-қон комитетіне бардым, алдым ғана. Көші-қон комитеті мына еңбек министрінің астында. Ол адамша орынбасары, көші-қон комитеттің орынбасары шықты. Бір сағаттай әңгімелесіп отырып едік, ар жағынан үлкен бастығынан телефон келді. Телефон келді да, ол кісі айтты, ойбай, мен сізді бүгін түстен кейін, я ертең кешейін, ана жерде және бастықтарымыз бар, айтып бірге отырып осы мәселені талқылаймыз деді. Жаңағы мәселені мен айттым ғой, көші-қон істейтін мәселені. Аллах акбар, міне 2 күн бітті, менің ертең қайтатын уақытым келді, ол хабарласқан жоқ. Ол сол үшін келіп отырсыз ғой. Сол көші, мен келмей-ақ қояйын. Анау 13 семья көшейін деп отырған, анау сапасы үйлер, ана жерде квотаның тиянақтанбауы деген бәрі көші-қонның жұмысы ғой. Менің жұмысым емес ол. Мен айту үшін келдім халық. Ол тыңдамай жаңағы өтірік мені алдап шығарып салды. Бұныңдай адамның о жерде отырудың не қажеті бар ондай адамның? Өзінің жұмысына келіп біреу көмек беріп айтып келген адамды тыңдағысы келмеген министрдің, көші-қон комитеттің бастықтарының оны неге жетіп жатыр? Сіз бар ғой, былай істеу керек. Сіз енді қазір пенсиядасыз ғой. Иә. Жұмыс істеп жатырсыз ба? Басқа жұмысыңыз бар ма? Жұмыс істеймін ғой, орын алдым. Отандас ел республикалық қоғамды басқарады ғой. Сіздер енді былай істеуге болады, мысалы ондай жаңағы жауапкершіліктері мол, сөзіне тұрмайтын осындай мамандар болса, үкімет органдарда орынбасар ғой. Неге мемлекеттік агенттікке жазу керек, мемлекеттік осындай фамилиясы бар, қабылдаймын деді. Өйткені ақсақал сіздерді қабылдау тиіс. Егер мысалы әрине оларға ондай жаңағы ұсыныс ұнамауы мүмкін. Енді ұнамаса біз қалай өзгертеміз? Саясатты, мынау қазір уақытта сана сезімді қалай өзгертеміз? Қалай оларды мынау халық үшін еңбектенуге қалай бағыттарын бұрамыз? Көрдіңіздер ме? Мен қайтадан құрылысқа қайтайын деп тұрмын да, мені кеше сөйлескен кезде Мұқан аға былай айтты. Егер Қазақстандағы құрылыс компаниялар арзан жұмыс істей алмаса, біз өзіміз қандастардың арасынан құрылыс топтарды жасап, өзіміз сол бөлінген ақшаға үйді саламыз, және арзан түрде, және сапалы түрде. Өйткені өзімізге саламыз. Ана құрылыс компаниялар тендер ұтып алған. Олар біреуге салады. Сосын шенеуніктер парасын береді. Анау-мынау болды. Бізге үй береді, аты бар да заты жоқ. Ішінде түгі жоқ, сапасы төмен, қысты күні нете алмайды. Унитазы бар, канализация қосылмаған. Жай өтірік. Сол үшін айтып отыр ғой. Олар сонда біз шенеуніктер айтыр бюджет освоить дейді ғой, ақшаны қабыл алады да, бірақ конкретный мына қандастар қиналып жүр ғой. Асеке, өте дұрыс. Үйлерде балалары бар. Ана тем более солтүстік облыстарда қысты күні соғып қой. Қалай олар енді сол қиналып жатыр. Асеке, осыңыз дұрыс. Сіздің ұсынысыңыз өте дұрыс. Өйткені қазір уақытта не бар? Заң бар. Закон о жилищных отношениях деген. Соған потребительский кооператив деген бар. Соған өзгерістерді енгізу керек та. Мысалы, сол арқылы 20 кісі болсын топ ретінде, 100 кісі болсын жиналып, потребительский кооператив өз үкімет қаражат берсін, өздері қаражаттарды салсын, өздері әрқайсысы өздеріне салалады үйлерін. Сонда сапалы болады. Ол бір. Екіншіден біз жаңағы осы құрылысшылар енді қанша уақыт ұсынып жатыр, бізді естімей жатыр. Біз оны шаршағаннан кейін біз өткен конференцияда келісімге келдік. Біз партия ашамыз деп, еңбек партиясын ашамыз. Соң біз партиямыздың бағдарламасында бір ұсыныс бар. Мынау 10 сотық жерді әр азаматқа бөліп беру керек. Иә. Бөліп берсе, оларға мысалы 5-6 эскизный жоба бекітсе, сосын 5%-дан қымбат емес несие берсе, әрқайсысы өз-өзіне салып береді. Жоба бар ғой, үкімет жоба береді. Қайсы жоба ұнады, бір үй 100 шаршы метр, екінші 120-140, үшінші 200 болсын, кімге өзінше сол жанұясына байланысты, адамына байланысты, олар өз салалады. Жолдарын үкімет салсын, бізде шешім бар, біздерде өзі нелер бар,
расчеттарымыз бар. Сондан кейін сонда ғана әрқайсысы сапалы болады. Соны неге істемес? Жаңағы айтайын деп отырған осы сауалға байланысты. Мысалы, жаңа облыстар 7 облыс. 7 облысқа мысалы биыл 10 мыңдай квота бар бөлінген. Енді 10 мың адам. 5 жылға 80 мың квота ғой отбасына. Сонда биыл не бары бір 10 мыңнан аса квота. Яки әр облысқа 5-6 мыңнан деген сөз. Қаражатты бөлінген. 10 мың адам келеді. 5 жылдың ішінде 80 мың адам көшіп келеді. Көшіп келеді деп жоспарлаған. Егер осы үйлерді міне 30 жылдан бері қарай жаңағы Қытайдан келген қазақтар және басқа жерден келген қазақтар, қандастар, бұлар құрылысқа әбден жаттығып келген адамдар. Әзір Алматы өңірінде, тіпті осы Астанада да құрылыста істеп жатқанның көбі қандастар. Егер соны жаңағы тендір деп, бәлен деп, анадан анау жеп, анадан анау алып жүргенше, соны бірден жаңағы қадағалайтын қоғамдық ұйымдарға беріп. Мынаны мысалы өздерің ұйымдастырыңдар құрылысшыларыңды, сөнен кейін мынадан үйлеріңді салыңдар. Салғаннан кейін мына құрылысқа 7 миллион, мына құрылысқа 8 миллион, ана құрылысқа 9 миллион деп бөліп берсін. Ол неге жаңағы сіз айтқандай өзіне салып жатыр ғой. Сіз және қандас ұйымдарынан бақылау жасайсыз. Өнен кейін оған айтасың, ана бақылап отырған адам, мынау ертең мынау сапасыз болса ұят. Мына келген өзіміздің қандастардан ұят, бізге олар не деп айтады? Сондықтан мынаны мықты салуға тырысайық деп, соның ішінде өз бақылайтын адам ұйымдастырып, біз әрқайсысын өзіне өз соны жасатар едік. Мен емес қой, енді құрылысшылар табатын едік қой ондай жауапты адамдар. Сонымен ол құрылыстар сапалы болар еді. Неге ол сапасыз болды? О жерде оны қадағалайтын адам болмағандықтан, қадағалайтын адамдарменен мен ойлаймын, солардың жаңағы өзара келісімменен қол қойып қана сапалы сапасызына қарамай өткізіп алған болған. Құрылысшылар одағы ретінде не деп айта аласыз осындай ұсынысқа? Негізі Мұқан ағамыздың айтып жатқаны өте дұрыс. Өйткені шешім оңай ғой, жай шешім болғанда ол жаңағы осындай шешімдерді мынау билікке айтса, олар ақылдары болса, оны қабылдаса, ол жаңағы нәтижесі болады аяғында. Нәтижесі болады. Өйткені келіп жатқан қандастарымыз өздеріне үй сала алады, жер бөлсе, ол сапалы болады. Тек қана оны не болса, жаңағы қаражаттың шығындарын ету керек, тексеріп отыру керек, әртүрлі жағдайлар болады ғой. Ол жаңағы негізі жалпы ол тиімді болады деп санаймын, тиімді болады. Сондықтан ол пилот жоба ретінде көру керек. Неге көрмес? Мысалы, бастап көру керек. Мысалы, қоғамның өзіне, мысалы, ақсақалдар бар, Мұқа сияқты, оларды ақсақалдарды сол жобаны бақылауға қойып қою керек. Дағы да қоғамнан ақсақалдарды қарайтын, ақыл беріп отыратын жастарға. Анау жас келіп жатқан жастар, олар шебер, тәжірибелі жастар, олар салылады, сондықтан көп мәселелерді шешу болады. Өйткені көру керек. Мысалы, қазір барсаңыз, біздегі министрлікке барсаңыз, жаңағы Минэкономикаға барсаңыз, олар жастар, отырған жастар, мынау өмір көрмеген. Өмір көрмеген, шаруашылықта істемеген, тәжірибесі жоқ. Олар мынау ұсыныстарды түсінбейді де араласпайды ғой. Олар араласа біздей неге отырып ақыл сұраса қалай істейміз? Жүрегі ауырса, шешім, оп-оңай шешім. Мынаны естіп бар ғой, мен енді осындай жаңағы ұсыныстарды, осындай жаңағы жобаларды неге біз игермесек? Сондықтан мүмкіншіліктер үкіметімізде, мемлекетімізде көп. Соны көріп бар ғой, жүрегіне ауырады, ішіне ауырады. Өзіміз бір жағынан қаншама мүмкіншіліктері бар. Егер мысалы сол бір адам министр болсын жаңағы, басқа да жаңағы әкім болсын, олар басқарылады ғой, басқарып, әкімдерді жұмыстары көп, бірақ айтсам, бірақ енді бір азамат керек, сол басшыларынан осыған жауап беретін мысалы. Осыған жауап беретін. Мынау кезінде батырлар сияқты қылыштарын алып, басқарып, бүкіл жұмыстарды бастап, игеріп аяқтаса, қандай көмек халыққа, қаншама абырой алушы еді, қаншама жаңағы алғыс алушы еді, қаншама бата алушы еді. Сол
тек қана кейбіреулер емес, түгел айтып қоймайды, қалтасынан ойлайды, өзінің қамын ойлайды. Анау қитетсосын сенбі жұма түсуімен анау бүкілдері Боровойға барады, Боровойға барып сол сенбі жексенбі демалып кетті, сол қайда сол өмір бойы сол. Қазір Боровойда орын жоқ. Бір орын, бір жаңағы Риксоста 240 мың бір жаңағы комнатаның бағасы. Тәулікке. Иә, бір тәулікке. Көрдіңіздер ме? Ол кім төлеп отыр? Сіз төлеп отқан жоқсыз, қарапайым халық. Асхат төлеп отқан жоқ, мен де төлеп отқан жоқ. Парақор шенеунікті төлеп отыр. Болса да мен төлемеймін соншама. Иә. Мен анау басқа бір 60 мыңға 40 мыңға ала саламын мен. Иә. 240 мыңға бір пәтер жаңағы номердің жаңағы сомасын кім төлеп отыр? Бір түнге. Көрдіңіздер ме? Сондай да бар мынау мемлекеттік неге мекемесі осындай ұсыныс болып тұр. Аға, сізге де айтайын ұсынысты. Сіз айтып отырсыз ғой, 7 солтүстік облыс бар деп. Енді 5 жылға 80 мың адам квота деп тұрсыз. Менің ойымша, қарапайым қазақтың азаматы бойынша, ол өте төмен квота. Түсінем, өкіметте сол қандастар көшуіне бөлінген ақша аз шығар. Сол үшін олар 5 жылға 80 мың адамды бөліп 10-15 мыңнан жыл сайын көшіреді. Бірақ қазір қарап отырсыз, қараңыз. Сіз айтасыз, бір жанұяға үй салу үшін 7,5 миллион бөлінген деп, ресми түрде. Бірақ өзіміз білеміз, солтүстікте көп деревня ауылдарда тастаған үй бар, және жалпы тастамаған үй болса да, жалпы ауылдағы үйлердің бағасы төмен. Егер нарық түрде оны қарасақ, сол бөлінген ақшаны мына қалада емес, ауыл жақта салмай, өйткені түсінем, құрылысшыларға жаңа объект керек қой, салу керек, олар пайда табады. Ал оны бұрынғы үйлерді, өйткені қандастар, мен сіз ойыңызды түсіндім ғой, олар соған да дайын. Бұрынғы үйлерді сатып алып арзаннан, сосын жалпы үстінен ремонтқа, жөндеу жұмысына 1,5 миллион берсе, сонда өкімет ұтып алады. Және сол бөлінген ақша 80 мың адам емес, мүмкін 120-200 мың адамға жетеді шығар. Ол бір. Сосын біз ұмытпайық, саяси жағдайды. Солтүстік облыстар адам азайып баратыр. Бірақ ұлттық қауіпсіздік тойлау керек қой. Сол үшін осы жайында бүкіл қандастар дайын болса, неге соларды сол жаққа жібермес пе, ақшаны көбейтіп? Кеше сұхбаттан кейін біреулер айтып жатыр ана. Неде? Сіз кешке шейін көш тоқтады деп айтасыз да, квотаны неге айтпайсыз дейді. Квота тоқтағасын көш тоқтады дейді. Жоқ. Біз квотаны кезінде сонша қиын кездерде, 90-шы жылдарда, 2000-шы жылдардың басында 20 мың отбасыны шейін бір жылға көшіріп келуге шамамыз келді. Және оны берді квота. Дәл қазіргі жағдайда 1000-2000-нан квота аспаса, сонда алғашқы кездерде біздің мемлекетіміз қиын жағдайдың өзінде 20 мың отбасын көшіріп келуге жағдай келді. 90 жылдары. 90 жылдарда және 2005 жылға дейін. Дәл қазір 1000-нан артпайды. Негізі жалпы қаншама адам қазір осы Қазақстанға көшіп келгісі келіп 5 миллионға дейін. Екінші бір нәрсені айтайын. Мен енді жер комитетінде айттым ғой. О жақта облыста жер комитетінің ұзағы жыл 10 жыл жұмыс істедім. Қазақстанда үй салуға жер жоқ па? Бар. Мысалы Астананы айтады. Астананы Қарағандыға шейін салуға болады ғой. 10 сотыдан берсе. Қарағанды қаласы менен Астана қаласының ортасын қосып жіберуге болады, құрылыс салып. Ойбай, жер жоқ. Европадағы сияқты. Алматыны айтпай-ақ қойын, әрқайсы аудандар, мейлі Еңбекшіқазақ аудан болсын, мейлі Алматы облысының қайсы ауданына барсаң, жер жоқ. Міне қандастар айтады, 10 соты жер берсе дейді, біз үйімізді өзіміз салып аламыз. Салып алып келе жатыр. Біреудің жерін сатып алып, соған үйді өздері керемет қылып салады, үй салып үйренген. Мен бағана тегін айтып отырмын, жоқ, олар үй салудың мамандары. Үйлерін керемет қылып, 2 этаж қылып, 3 этаж қылып салып жатыр. Ал енді соларға неге аудандарды жер деген жетеді? Олар айтады, инфрақұрылым бәлен түлен деп бір жарапазанды 30 жыл айтып келді міне. 10 сотыдан жер бермейді, жер жетпейді. Тегін жатыр жер деген, чөп басып жатыр. Оны алайын десе айтады, бұлардың бәрі байларға беріліп кеткен баяғы. Мұқана кеше осындай мәселені көтерді, сізге жеткізейін деп тұрмын. Солтүстік ауданда, сол деревняда
жер алайын десе, әкімшілікте айтады, жер жоқ дейді. Жер иесі қайда десе, жер иесі бұрын болған, сатып алған, сосын Ресейге көшіп кеткен. Бірақ жері соның артында қалды. Сонда қалай? Ол азамат, Қазақстан азаматтың паспортын айырылғаннан кейін жерді қайтару керек қой. Олар екі азаматтық, ресейлік азамат бар, Қазақстан азаматы бар. Сөйтіп өздері Ресейге кетіп қалады да, бірақ Қазақстан жерін өзіне қалтырып отыр, иелікке. Кезінде сатып алған. Соны осы мониторингтен мүмкін білмеймін, көктемде келіп, күзде урожайын алып кететін шығар, білмеймін. Кейде қаралмайды шығар. Бірақ ол дұрыс емес. Міне, қандастар келіп отыр, бірақ жайы не істейді? Огородында карточкасын сала ма? Оған малды асырауға жер керек қой, жайлауға. Осы жерде бір мисал айтайын. Жаңағы оны алысты айтпай-ақ қойайын. 2007 жылы Қарасай ауданының Жаңа Тұрмыс деген жерінен бір жер алдым. Жер алдым да, о кезде госатын шығарып берем деп жүріп, әкім ауысып кетіп бере алмай қалды. О жерге мен үй салып қойдым. Су тарттым, электрін әкелдім. Содан оның аралығында бір Қытайдан келген бір қазақ ол жерге менің жерім госат алдым деп айтты. Келді. Бұл мен алып едім деп едім, жақсаға келсеміз ғой деп, ол қазақ қайтып кетіп, міне 17 жыл болды, кемеді. Енді сол 17 жылдан бері мен 17 рет облысқа да, ауданға, әкімдеріне де хат жаздым. 17 жылдан бері менің екі ауызды үй салып қойдым, электр тартып қойдым, су тартып қойдым, 17 жылдан бері чөп басып тұр. Ал енді мен алайын десем айтады, бұл біреуге жеке меншікке берілген дейді. Ол жеке меншікке берілген адамның Қытайға кетіп қалып 17 жыл болды, келген жоқ қой. Сонда ол мәңгі келмесе, мен мәңгі сол жерді алмайын ба? Әкімдер айтады, сотқа барыңыз, сотқа барса бұл адам бар, біз оған жатпайды дейді. Міне, бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, Нұрлы деген ауыл бар. Естеріңізде болса, Еңбекші Қазақ ауданы. Совет одағы кезінде, Қонаевтың кезінде керемет құрылыс салған екен. Ол Алматы облысында ма? Алматы облысының Шелек районында Нұрлы деген ауыл бар. Осы жерде бір 50-60-та екі этажды керемет құрылыс болған 25 жылдың алдында. Біз қандастарды алғаш сол жерде. Сол 25 жылдан бері қарай сол қандастардың жаңағы сол үйлерді сатып алайық десе, Ресейға көшіп кеткен, бәлен жерге көшіп кеткен деп сол үйлерді бермей, жекешелендірмек. Сол жерлік әкімнің олы 10 рет сотқа берді, сот оны есі жоқ деп қалып, ақыры сол 50-60 керемет іштай үйлер анау бұзып терезесін әкеліп, мынау бұзып есігін әкетіп, ешкімге де жарамсыз, әзі соғыстағы жаңағы Украинадағы соғыс сияқты быт-шыты шығып жоғалды. Біздің сонда неге соларды заң бойынша 3 жылға шейін құрылыс иесі келмесе, екі құрылыс салмаса мемлекетке қайтады деген заңдар қайда? Неге атқарылмайды? Негізі қазіргі қазаққа ең маңызды мәселе енді әрине азық-түліктен кейін, тамақтан кейін ең маңызды мәселе баспана. Өйткені баспана біз қамтамасыз етсек, біраз мәселені шешіп тастаймыз. Біздің қазақтың жаңа халқымыздың санын көбейту керек. Әсіресе солтүстік өңірлерімізде. Мынау әкімдерге барсаңыздар, әкімдерге барып санасаңыздар, сұрасаңыздар, олар мынау жерді беруге болмайды, ол жаңа ауыл шаруашылыққа беріп қойған. Ана жерді беруге болмайды, ол меншікті. Баспана маңызды, ол жаңағы жерден гөрі, ол жерде жаңағы шөпті өсіріп жатқан жоқ, ол жерде көкөністі өсіріп жатқан жоқ, ол жерде егінді өсіріп жатқан жоқ. Ол жерде мынау үкіметке кімдікі болса да үкіметке қайтарып, сол жерге жаңағы азаматтарымызға беру керек. Салсын, сіз айтқанда, сіздікі дұрыс. Екінші аналардың алынған жерлері басқа жерден берсін, ревизия жасасын. Жаңағы Асхат сияқты айтқандай азаматтары өзі қолданбаған жерлері бар. Сіз айтып жатқандай жерлермен оларда заң бойынша олар қайтарылуы тиіс. Олар қайтара алмайды. Көрдіңіздер, қайтарған жемқорлыққа тірелеміз. Егер мысалы ауыл шаруашылықта бір мықты министр болса,
мен осы бағытты алсын, бір вице-министрінің көмекшісі қойсын, осы бағытқа уақыт мерзім берсін, тапсырма берсін. Егер осы уақытта, осы бағыттарда сіздер нетпесеңіздер, тәртіп болмаса, жұмыстан шығасын деп, сосын анау жаңа президент әкімшілігінен ұсыныс алсын, рұқсат берсін, ешкім осы бағытқа қарай неге кедергі жасамасын. Осы бір жылдың арасында, мысалы, бүкіл жаңағы ревизия жасап, цифровизация қылдырам, егермейтін жерлерді алынып, халыққа беріледі. Ол жер, әсіресе қала маңайларында жерлерді беріп, тапсырып, нету керек. Әрқайсысы салып. Бірақ олар сұрайды, инфрақұрылым жоқ, жаңағы балабақша жоқ, ертең тағы да халық шығады, неге емханалар жоқ деп. Олар коммерциялық жобалар. Коммерциялық. Анау әр кәсіпкерлерге несие бер. Олар өзі халық тұрғаннан кейін өздері салады да күні көрек. Үлкен керемет ғимараттар керек жоқ. Бір ауыл бар ма? Ауыл 1000 адам ауыл. Сол бір 100 адам сиятын бір кішкентай салсын, жаңағы емхана салсын. Жаңағы не бала 200 бала оқитын мектеп салсын. Ол мектеп қазіргі уақытта пайдалы, мынау. Өйткені ол бизнестің бір түрі. Сонда өзі ел дамып кетеді. Оны ойлайтын кім бар? Қазіргі министрлікке барсаңыздар, ол болмайды, жастар отырып ойдардан кезелген ойлар шығарып кедергі қояды. Көрдіңіздер ме? Сондықтан осыған қарап бар ғой. Енді ішіне ауырмағанда енді осындай бір жерден сұрақ та және ұсыныс та және уақыт кеп баратыр. Жалпы айтайын дегенім, мен бұрыннан бері кішкене сіздің концепциясымен келіспей жүрмін. Сіз айтасыз ғой, тенденция бар, бүкіл әлемдік тенденция. Адамдар урбанизациямен ауылдан қалаға көшеді. Менің ойымша, ложный урбанизация мен өтірік урбанизация Қазақстан аударғанда. Неге? Өйткені Қазақстанда не мәселесі бар? Ол ауыл шаруашылығы құлдырап баратыр. Демек, ауыл шаруашылығы көтеру керек. Сосын мына естіп отырмыз. Шетелден келе жатқан қандастар өз үйреніп кеткен мал бағуға және ауылда тұруға. Солар қала тұрғысы келмейтін шығар. Сол үшін оларға жағдай жасап, сол бұрынғы мал шаруашылығы болсын, мейлі кім егін болса, кім огород болса, Қытайдан үйренген, соны жасасын. Соларды деді. Сонда сізге құрылысшылар одағының төрағасысыз ғой. Сол ресми түрде айтып отырмын да, бүкіл Қазақстанда құрылыстың концепциясын өзгерту керек. Қалалық құрылыс емес, ауылдық құрылыс деп. Сельское строительство. Сол арқылы мыңдаған ауылдарды қайтадан өркениеттеу керек. Мен кім Асхат, мен оны ауылда тұрмасын, ауыл дамымасын деп айтып жатқан жоқ. Мен қазіргі тенденцияны айтып отырмын. Не болады? Өйткені факт айтып отырмын ғой. Өйткені ауылға көңіл бөлмегеннен кейін, ауылға инфрақұрылым салмағаннан кейін, ауылдың жағдайын жасамағаннан кейін жастар қайда бар? Олар ұшып кетпейді ғой басқа планетаға. Содан әрине олар қалаға келеді, үлкен қалаларға келеді. Әрине ауылдағылар мүмкіншілік жасау керек, ауылды дамыту керек, ауылда жастар қалсын. Ауылда тұрған қазір уақытта сапалау қалдан көрі. Ауасы таза, жері бар, тамағы таза, егер тұратын үйі болса, демалатын жері болса, олар мәшинесі болса, олар сенбі күні мұнда келіп демалып шалады да, жаңағы жексенбі күн кешінде үйіне қайтады. Сондықтан әрине ауылды дамыту керек. Оны жаңағы тағы да түсінбеген шығарсыз. Оны мен анау ауылда тұрмасын деп, дамымасын деп айтып жоқ. Ол жаңағы қазіргі уақытта жағдай ауылға көңіл бөлмегеннен кейін мен жалпы сондай болады деп айтып жатқаным ғой. Сондықтан әрине жалпы енді ол кәсіпкерліктер мысалы ауылда салмайды үйді. Өйткені олар өйткені салмайтыны ауылда жұмыс жоқ, ауылда мүмкіншілік жоқ, ауылдағыларға содан кейін несие де бермейді, несие де ипотека бермейді. Сондықтан егер мысалы одан қалай шешуге болады? Тек қана үкіметтің көмегімен ғана. Үкімет ақша кімде? Үкіметте. Қаржаны, несиені мемлекеттер жаңағы әртүрлі халықаралық фондтар кімге береді? Мемлекетке береді. Мысалы қарасаңыздар, мынау доллардың өзі 30 жылда 104%-ға құлдырады. Теңгеміз 30 жылда 9000%-ға құлдырады. 9000%-ға құлдырады. Ертең бір 10-15 жылымызда тағы да теңгеміз құлдырап кетеді, ол жай қағаз болып қалады. Сол қағазды алып қазір уақытта әзірше құны бар ретінде
оны сол ауылға салып, үйлер салып, жол салып, ғимараттар қалады ғой. Олар кісілер тұрады онда. Жол салып жаңағы әртүрлі кәсіпкерлікке сауда үйлері болсын, емхана болсын, жаңағы мектеп болсын салса, олар қалады ғой. Жастар болады, қаланың ішіне салсын оны, жолды салсын. Ол жаңағы құлдырап кетпейді, ертең ол мынау әлемде ол қалатын дүние ғой. Олар ескірмейді, тозбайды ғой. Мысалы, бетонның өзі бар ғой, жыл сайын олар қатай береді. Олар мысалы темір тозса, бетон қайта қатаяды жыл сайын. Көрдіңіздер, соның өзінің несі бар, ол пісе береді. Мысалы, оның қаттылығы жылға сайын қатая береді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан ол бетон ол өмір бойы, кірпіш болсын өмір бойы ол ескірмейді, сондықтан олар қалады ғой. Соны неге ойламайды? Неге ойламас? Құрылыс жөнінде бір нәрсені ойлаймын. Мен осы 2 рет Түркияға бардым. Анкара қаласы таудың үстіне, былай айтқанда, енді биік таудың, жотаның үстіне салынған қала екен. Содан ойладым. Айналайын, біз ауылдарға, жазық жерге инфрақұрылым тарта алмай жүрміз. Анау тауда сонша қабат үйлер тұр, ана Анкараның. Стамбулдың ана әрбір дөбешігінде. Солар қайтып инфрақұрылымды тартқан. Егер міне құрылысшылардың төрағасы отыр. Сол жерге апарып инфрақұрылымға жылда анау шенеуніктер әлемді аралап жүргенше 100-ден, 200-ден, Астанадан бір 100 жаста. Алматыдан бір 100-де, әрқайсы облыстан әр жылы сол жерге апарып практика жасатып, инфрақұрылымды қалай тартып жатқан жөнінде оқытып, тәжірибе алмастырып, біздің инфрақұрылым тартуға күш салуымызға болады ғой. Неге біз осыған үйренбей кешке шейін бір жалттап алған Ресей? Жоқ, қараңыз, дұрыс айтасыз. Сіз өзіңіз Қытайды, Түркия депсіз. Бірақ мен айтайын, Қытай қазір рекорд жасап жатыр ғой. Мыңдаған көпір салып жатыр. Мыңдаған тоннель салып жатыр таулардың ортасында. Жолдары қандай салып? Жолдары қандай? Оны Асеке, оны қаражат керек қой, қаражат керек. Мысалы, мына өзіңіз білесіз, құрылысшылар мінекей 3 жыл болды, мына 20 жылшы, 19 жылшы бастаған ғимараттарды сала алмай жатыр үкіметтің тапсырысымен. Оларға қымбаттап кейін ақшасын төлемей жатыр мынау үкімет. Оларға соншама ылғи енді сөз жоқ қандай басшылар отырғаны мемлекетте. Жаңағы үкіметтің мемлекеті емес, үкіметтің басында. Сондықтан ол мәселелері мен таң қалам, жай шешімдер. Әрине қаражат керек. Қаражат анау тауғаның басында да салуға болады, қаражат болса. Тауға да салуға болады. Біздің жаңағы құрылысшылардың мамандықтары, білімдері жетеді. Әрине тәжірибе керек, тәжірибеге барсын, көрсін, онда ұйымдастыруға болады. Бірақ әрқашан өмір бойы осындай кездерде, реформа кездерде үкіметтің жаңағы әсерімен, көмегімен ол болмайтын нәрсе. Сондықтан мынау мен өзім ойлаймын бар ғой, мынау Түркия мемлекеті бар, Қытай жаңа ерекше халық қой, ерекше мемлекет. Түркия мемлекеттер өмір бойы жаңағы капиталистік формада сондай заңмен тәрбиеленген, олар мұндай біздікіндей кеңес одағында қалған. Мен өзім сон ойлағаным ғой, көп былайға қалса көп ойлағаны шешім қабылдағаным. Мынау кеңес одағынан мен қалыптасқан сондай сана сезім ойлағысы келмейді. Мынау алдын ала 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын жоспарлағысы келмейді. Өйткені олар қазір қорқады. Олар бір ұсыныс берсе, дағы да бірдеңе ұшырайым, мен 2 жыл бар ма? Мынау министрліктің жаңағы жұмысында 2 жыл отырайын, менен кейін не болады, мен жауап бермеймін. Солардың ойлары. Жауапкершілік ол ертеде қалыптасқан бір совет заманынан бастаған, кеңес заманынан бастаған қалыптас. Сондай оңай бүкіл мәселені шешуге болады. Ал енді қорытынды сөздер айтсаңыз. Және бір нәрсе айтайын деп отыр. Жаңағы тек қана ауылды көркейту мәселесі, мысалы, өзіңіз айтқан. Ауылға неге тартпасқа деген. Біз ойлаған, мен әрқайсы облысқа, жаңағы 7 облыстың, жаңағы 1000-нан сиыр, сүт сиыр бағатын орталықтарды ашсақ, ұйымдастырып, қандастырып, 1000-дап жылқыларды өсіретін жерлерді ашсақ, оларды ұйымдастырып, содан 100 миллион, 50 миллион жаңа қаражат алып, несие алып, кооператив құрып, сол кооператив арқылы сол жерлерді дамытсақ. Онан кейін мысалы солтүстік облысына картошка егетін болсаң, тегі керемет екен. Онан кейін анау бір ауданның өзінде 270 көл бар екен, Жамбыл ауданының өзінде. Соларда міне
Қытайлардың тәжірибесі бар ғой, енді басқаның тәжірибе болмай. Көлдің астында балық өнеді. Үстіне үйрекпенен қазыны қояды. Жан-жағын қоршайды да ол жерге тауық өсіреді. Сонда биттей көлдің өзінен 4 өнім алып алды. Біз сол жерлерді жекелерге жаңағы беріп, сол жерге сол фермаларын құрайық десек, ол жерде бір көлді ала алмайсың жаңағы. Яки болмаса жаңағы кредит ала алмайсың. Мысалы, Мұха, қазір уақытта, мысалы, мынау билікте істеп отқан басшылар, министрлікте істеп отқан басшылар, олар жаңағы қызмет жасаған орнына, біздің азаматтарымызға қызмет жасаған орнына, олар ойлайды, мынау азаматтар бізге қызмет жасау керек. Сол анау айтып отырмын ғой, ертеде қалыптасқан, кеңес одағынан қалыптасқан сондай олай сана сезімдері. Олар әрқашанда мынау азаматтарымызды, қарапайым азаматтарымызды, кәсіпкерлерді құл ретінде санайды. Бізге сіздер жұмыс істеу тиіссіздер. Сіздер бізге ұсынбау тиіссіздер. Біз сіздерге ұсынамыз. Біз ұсынғанды сіздер соны қабылдау тиіссіздер. Атқару керек деп сондай сана сезіммен істеп жатыр ғой. Ол сана сезімін жаңағы жойылмай, біз дамый алмаймыз. Олар әрқашанда кедергі қойып отырады. Мінекей, тура осы жеріңіз. Мемлекет басшысы, әзір Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, әлемді көрген адам. Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының төрағасының орынбасары болды. Капиталистік елдердің дамуын біледі. Біздің бәрімізден жақсы біледі. Ол кісінің ойы жаңа Қазақстан дегенде соған бейімдеуді айтып жатыр. Енді осыған неге жаңағы министрліктер, аудан, облыс әкімдері неге бейімделмейді? Неге олар жаңағы сіз айтқандай халықтың мойнына мініп алғанды қайта-қайта үйреніп алады да, еңбек істегенді, қызмет істеген неге үйренбейді? Жұмыстан шығару керек. Мынау жастарға қуып жүріп, осы істейтіндерді қойсын. Мысалы, жаңағы өзіміз президентіміз айтты, біздің жаңағы кезекте тұрған жаңағы біздерде басқаратын кезекте тұрған азаматтар аз деді. Әрине, негізі жалпы қарағанда олар бар. Әрине, біздің президентіміз өзгертісі келеді, дамытысы келеді. Бірақ анау көмекшілері нелер, анау жаңағы министрліктерде отырған үкімет басқаратын органдарды нелер, олар неселері, білімдері, сана сезімдері жетпеген. Жақсы өзгертіс келмейді. Өйткені әрқайсысы тұрмыстары жақсы, балалары жақсы жерде жұмыс істеп жатыр. Олар астарда машина мемлекет етеді. Жаңағы кабинеттері баса көпені алып келетін қыз бар дайын. Анау жаңа кабинеттері бар, орны бар жұмыс істейтін. Олар жаңағы мына заманды өзгертіс келмейді. Мынау расында да мынау билікке, басшылыққа жүректер ауыратын жаңағы нағыз патриоттар жіберу керек қой. Мынау қиыншылық көрген, мынау жаңа Қазақстан бірге құруымыз керек қой. Мемлекет басшысы ғана құрмайды ғой, біз құрамыз ғой. Халық құрады. Ал енді осындай дұрыс сөз айтып отырсыз. Жаңа Қазақстан бірге құрамыз. Құрылысшылар жаңа үй салсын, қандастар туған жеріне қайтып келсін. Ал біз азамат ретінде жаңа қоғамға үйде отырмай, өз іс қимылдарымызбен бәріміз бірге көмектесейік. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.